отырысын ашық деп жариялайық. Бүгінгі ашық сот отырысында Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463 баптың 1 бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін Сәтжан Адырұлы Жолдыбаевқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы ісі мемлекеттік тілде ашық сот отырысында дыбыс бейнежазба құрылғысын қолдану арқылы қаралады. Соттың құрамын сізге жариялаймын. Сот құрамында Ақтау қаласы әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандырылған сотының судьясы төрағалық етеді. Сот отырысының хатшысы Аманов. Соттың құрамына қарсылығыңыз жоқ па? Жоқ. Сіздің толық туған ай күн жылыңыз, тұрғылықты мекен жайыңыз? Менің аты-жөнім Сәтжан Адырұлы Жолдыбаев. Туған жылым 16 шілде 2004 жылы. Кім болып жұмыс жасайсыз? Қазіргі таңда жұмыссызбын, сондықтан таксовать жоқ. Жолдыбаев, 20 тамыз 2025 жылғы әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаға сәйкес, сіз 3 қыркүйек 2025 жылы 12 сағат 50 минут шамасында Ақтау қаласы 14 шағын аудан Халық банкі ғимаратына қарсы тас жолда өзіңіздің басқаруыңызда Лада Приора мемлекеттік номері 980 көлік құралымен жолаушыны ақылы тасымалдап, осылайша заңсыз уәкілетті органда тіркеусіз кәсіпкерлік қызметпен айналысқаныңыз көрінеді. Осы әкімшілік құқық бұзушылық хаттамамен келісесіз бе? Әке-шешем ауырады, өзімнің басымда кредит өте көп. Сондықтан мен амал жоқтан тасымалдауға тура келді маған. Алдағы уақытта мен заңды түрде өз алдыма кәсіп ашып, солай жұмыс жасаймын. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамамен келісіп, қол қойдыңыз ба, мына өзіңіз бе қол қойған? Полиция қызметкерлері сізге істің мән-жайын түсіндіріп айтты ма? Сізді тоқтатқан кезде? Түсіндіріп айтты ма? 2025 жылы 22 қыркүйек Маңғыстау облысы Ақтау қаласы әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандырылған соты құрамында төрағалық судья Елеусинова Бұзушылықтар кодексінің 829 прим. 14 бабының 1 бөлігінің 1 тармағын басшы қала отырып сот қаулы етті. Сәтжан Адырұлы Жолдыбаев Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463 баптың 1 бөлігімен кінәлі деп танылсын, оған осы баппен 41.286 теңге айыппұл салынсын. Айыппұл ер түрде қалу заңдық күнінен бастап 30 тәуліктен кешіктірмей төленсін. Жолдыбаев полиция қызметкерлерімен сізге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463 баптың 1 бөлігіне сай әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Аталған бап бойынша сіздің кінәліңіз іс материалдарымен және сонымен қатар сотта берген өзіңіздің жауабыңызбен толықтай расталды, кінәліңіз дәлелденді. Аталған баптың санкциясында айыппұл жазасы көзделген. Іс материалдарына сәйкес сіз жеке тұлға болып табыласыз. Сондықтан сізге жеке тұлға ретінде 15 ай есептік көрсеткіш мөлшерінде жаза көзделген. 15 ай есептік көрсеткіш дегеніміз бұл 58.980 теңге. Алайда іс материалдары бойынша кінәңізді мойындап, жасаған іс-әрекеттен ниетіңізді айта отырып, отбасы жағдайыңызды, қазіргі кезде мүліктік жағдайыңызды, тұрақты табыс көзінің жоқтығын, сонымен қатар осы табыс көзі болмағандықтан кәсіппен айналысуға өзіңіз мәжбүр екенін түсіндіріп отырсыз. Сондықтан сот айыппұл жазасын мүліктік жағдайыңыздың бәрін ескере отырып 30%-ға төмендетуді дұрыс деп есептеді. 30%-ға төмендеткенде сізге түпкілікті 41.286 теңге айыппұл жазасы тағайындалды. Түсінікті ма сізге? Сонымен қатар полиция қызметкерінің құжат жинау барысында әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралымен әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алған кірістер жөнінде мәлімет көрсетпеген, сондықтан санкцияда көзделген бұл жаза түрі тағайындалуға жатпайды. Соттың қаулысын түсіндім. Құрметті сот, сізге рахмет айтамын.